Қайырлы күн, сіздермен 5 сынып математика 1291 есепті қарастырамыз. Суретте Меркурий, шолпан, жер, Марс планеталарының радиустарын көрсеткен бағанды диаграмма сызылған. Бағанды диаграмма бойынша сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Кестеде радиустар берген планеталардың ең үлкені қайсысы дейді. Бірінші сұраққа жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақта бізде ең үлкені дегене, біз берілген диаграмманы бағанды қолдансақ, ең үлкені бізде жер болады дегене, 6000 деп тұр, радиусы жер. Ең үлкені жер екен. Ең үлкені. Келесі екінші сұраққа жауап берейік. Қай планетаның радиустары шамалас дейді. Мұндағы суреттерге байқасақ, жер мен шолпанның радиустары бізде шамалас. Жер мен шолпан. Шамалас екен. Ең кішісі қайсы дейді. Ең кішісі байқасақ, бұл 2500, бұл бізде Меркурий. Ең кіші Меркурий. Меркурий бізде. Әрі қарай 1292 есеп. Дөңгелек диаграммада жер бетіндегі құрлықтың және әлем мұхитының алып жатқан аудандары процентпен көрсетілген. Дөңгелек диаграммада жердің бетіндегі құрлықтың ауданы судың ауданы неше градустық сектор сәйкес келеді дейді. Енді біз жалпы шеңбердің 360 градус құрайтынын білеміз. Толық бұрыш бізде 360 градус. Осы біз 360 градусты біз процентін табайық. 100-ден 100% өнемі бөлімінде тұрады, алымында 29%. Біз 360-ты 100-ден 29-ға көбейтеміз. Ол бізде 104,4 болады. 104,4 екен. Келесі осы 360 градустың енді біз 100-ден 71-ге көбейтейік. Көбейтемін. Бөлшектің бөлімінде 100% бар, алымында 71% бар. Сонда бізде 255,6 шығады екен. Оны өздерің дөңгелек салып, градустық өлшеммен жаза саласыңдар дәптерге. Әрі қарай бізде 5 қабатты үйдің әрбір қабатында 4 пәтерден бар дейді. Бірінші, екінші, үшінші, 4, 5, 6, 7, 8 екен. Мұнда 9, мұнда 10, 11, 12, сәуле 13-ші үйде тұрады екен, 14, төлеген 15-ші үйде тұрады екен, 16, 17, 18, 19, Нұрлан 20-ші үйде тұрады. Кестеде өзен ұзындықтары берілген. Кестеде берілген өзен ұзындықтарын сызықтық диаграмма сызыңдар дейді. Біз сұраққа жауап берейік бірінші, сонан соң дәптерге өздерің диаграмма саласыңдар. Бізде қай өзеннің ұзындығы ұзын дейді. Ең ұзыны бізде байқасақ, Тобыл, иә? Бізде ең ұзыны Тобыл. Сонан соң қай өзеннің ұзындығы қысқа дейді. Ең қысқасы Талас. Талас. Келесі бізде қай өзендердің ұзындықтары шамалас дейді. Бізде Аягөз бен Талас. Талас және Аягөз шамалас. Аягөз бізде шамалас. Аягөз. Сендер мынандай диаграмма саласыңдар. Мұнда ұзындықтарды жазыңдар. Мысалға 420 болсын. 2 төргөзден кейін 492-ні салыңдар. Сонан соң 2 төргөзден кейін
186 деген ұзындықты саласыңдар. Онан соң 2 төргөзден соң 1439, сонан соң 2 төргөзден кейін 1600 деген ұзындықты саламыз. Мұнда аттарын жазыңдар. Мысалға ең кішісі таластан бастаймын. Мұнда талас. Онан соң менде аягөз дейміз. Мұнда аягөз. Мысалға таластықы 420, осылай саламыз. Тағы да арасы 2 торгөз болсын. Келесі олныкі 492 еді бізде. Осылай, бізде кестелік деп тұр ғой. Жоқ. Онда былай болады. Аягөз болсын, онда ол мына тұста, осы секілді әр қарай кестелік диаграмма осындай құрасыңдар өздерің. Әр қарай бізде 1295 есеп. Дәрігердің кеңестік бойынша тәуліктік тамақтанудың 4 кезеңі белгіленген. Онда барлық тамақтану мөлшерінің таңертең 25%, екінші тамақтануда 15, түсте 45, кешке 15 дейді. Тәуліктік тамақтанудың мөлшерін дөңгелек диаграммамен. Бізге дөңгелек деп тұр, онда толық бұрыш бізде 360 градус қой. Толық бұрыш 360 градусты қолданамыз сонда. Мен сонда 360 градустың 25%-ін табамын. 100-ден 25. 360 градустың 100-ден 25%-ін табамын. Яғни 360-ты 4-ке бөлгенмен тең, бұл бізде 90 градус болады. Бұл менде әр қарай бұл біріншісі еді. Енді екіншісі 360 градус бұл. Көбейтемін. 100 бөлшектің бөлімінде алымында 15. Мында процент белгілері бар. Бұл менде тең болады 54 градусқа. Келесі үшіншісі 45 дейді. 360 градус көбейтемін 100-ден 45. Тең 162 градус. Төртіншіде бізде 360 градус көбейтемін 15%, бөлімінде 100%. Сонда бізде бұл 54 градус екен. Бұл менде 25% таңертең. Келесі бізде екінші тамақтану 15% екінші тамақ. Әр қарай бізде түсте 45 дейді, мұнау түсте. Ал екіншісі соңғысы менде кешкі. Осына дөңгелек салып, дәптерлеріңе өздеріңіз алып аласыңдар градустық өлшеммен транспортердің көмегімен. Әр қарай бізде 1296 есеп. Мына берілген графикті пайдаланып, жылдың қай мезгілінде көйлек көп сатылады, пальто көп сатылады дейді. Бізде көк түсте көйлек. Көйлек бізде жаз мезгілінде өте көп сатылады екен. Көйлек жазда, пальто бізде қызыл түспен. Пальто жазда аз сатылады, бірақ қыста көп сатылады екен. Қолшатыр бізде күзде орта деңгейде сатылып, көктемде өте көп сатылады екен, сұранысқа ие болады. Әрі қарай бізде